Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы Степногорск өңірінде кең көлемді жүзеге асып келуде. Бұл жөнінде арнайы брифингте қала әкімі Еркебұлан Баяхметов мәлімдеме жасады. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары мен дербес бөлім өкілдері алдында өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы жөнінде есебін жасаған шаһар басшысы жыл бойына айтулы бағдарлама негізінде іске асырған жобаларға жекелей тоқталды. Осы бағытта қалалық кәсіпорындар елеулі үлесін қосқандығын алға тартты. Степногорский наркомплекс ЖШС директоры Қашығенов Алтынбек білімдік таным және ұлттық біркелкілікті сақтау бағыттары бойынша жобалары іске асыруға белсенді қатысады. Кәсіпорынның демеушілік қаражаттары есебінен Шантөбе, Бестөбе, Степногорск ауылдарында модельдік кітапханалар ашылды. 2010 жылы номер 4 мектепте робототехника кабинеті ашылды. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде ЕПК Степногорск кәсіпорны 5 шам аудан балаларына ойын алаңын сыйласа, дәл осы кішкентай тұрғындарға арналған шағын нысандар Қазақ технология ұйымының демеушілігінің 6 шағын ауданда пайда болды. Есепті кезеңде Степногорск тау-кен химиялық комбинатының қолдауымен Ұлы даланың ұлы тұлғалары атты фотогалерея орнатылып, Қазақ концерні Ақсу және Бестөбе кенттерінде спорт алаңдары мен робототехника кабинеттерін ашылуына мүмкіндік жасады. Сонымен қатар сакралды орындарды абаттандыру мен тазалық жұмыстары назарға алынған. Латын графикасына көшу бағытында ауқымды іс-шаралар жүргізілген. Жарнамалық мандайшылардың барлық мәтіндері латын графикасын пайдалануға біртіндеп ауысуда. Степногорск өңірінің кенттері мен ауылдарды көшелерінің атауы аншлагтарда жаңа графикада жазылуда. Аталған іс-шараларға 5 миллион теңге бөлінді. Баяндама жалғасында белгілі болғандай өткен жылы қаламыздың 55 жылдық мерейтойына орай қазақтың әйгілі палуаны Қажымұқан Мұңайтпасовқа арналған ескерткіш бой көтеріп, өңіріміздің дамуына өзінің үлестерін қосқан белгілі азаматтардың портреттері бейнеленген қала тұлғалары жобалары іске асырылды. Шаһар басшысының ақпаратына сай, ағымдағы жылда бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын тауып, Абайдың 175 жылдығына орай ұлы ақынның ескерткішін қайта жаңғырту жоспарланған. Сонымен қатар жеңіс монументі, дала аңызы және жастық шақ ескерткіштерін қайта өңдеу жұмыстары жоспарланған. 7 шам ауданында орман саябағын орнатып, қала ішінде ойын алаңдары мен спорт нысандарының қатарын арттыру 2020 жылдың жоспарына енгізілгендігі жиын жалғасында айтылды. Брифинг соңында жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері толғандырған сұрақтар легін жолдап, шаһар басшысы мен жүйе өкілдерінен нақты жауаптарын алды.